Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоға осылай қалып қойған шұжық пен ірімшіктен керемет тіске басар дайындайтын боламыз. Бізге шұжық, ірімшік және лаваш, кішкене ғана майонез, кетчуп қажет болады. Жақсылап үккіштен өткізіп аламыз шұжығымызды, оның үстінен ірімшігімізді де дәл осылай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Бұл тіске басар түскі асқа дейін, кешкі асқа дейінгі аралықтағы желінетін керемет тіске басар түрі. Бұны балаларға мектепке сөмкесіне салып жүрсеңіздер де болады. Мектепте барып жегенге өте тойымды. Мінекей осылай кішкене ғана майонез және кішкене ғана кетчуп қосамын. Тұз бұрыш қажет емес, себебі шұжықтың өзінің тұзы, дәмі жеткілікті болады. Дәл осылай араластырып алатын боламыз. Мінекей дәл осылай араластырып салмамызды дайындап алатын боламыз. Мінекей майонезге барлық жер араластыру керек. Міне салмамыз дайын. Енді лавашымызды керек формамызда кесіп алатын боламыз. Мінекей осылай ұзынша етіп лавашымызды кесіп аламыз. Мінекей дәл осылай ұзындықта кесіп алатын боламыз. Міне енді салмамызды салып орайтын боламыз лавашымызды. Түрлі формада орасаңыздар болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы, дәл солай формада орасаңыздар болады. Мінекей мен осылай үшбұрышты етіп орайын деп осылай қалыпқа келтіріп жатырмын. Осылай үшбұрышты етіп формаға келтіріп алатын боламыз. Мінекей негізі мен дұрыс орамадым, себебі жанындағы сәл ашық қалды, бірақ ол ашылып кетпейтін болады. Мінекей дәл осылай үшбұрышты етіп осы формада барлық лаваштарымызды орап алатын боламыз. Мінекей дәл осы реттілікпен салмамызды салып, лавашымызды үшбұрышты етіп формаға келтіріп орайтын боламыз. Мінекей бұл отбасыларыңыздың барлығына, барлық отбасы мүшелеріне ұнайды деп ойлаймын, себебі дәмі өте ерекше, дәмді болып шығатын болады. Мінекей дәл осылай барлығын осы формаға келтіріп орап шығатын боламыз. Мінекей дәл осы реттілікпен барлық лаваштарымды орап шықтым. Өздеріңіздің қалауыңызша арасына аскөктер қоссаңыздар болады. Картоптан жасасаңыздар болады. Қайнатылған картоптан салып, дәл осылай лавашқа салып орап жасасаңыздар да өте керемет, әдемі шығатын болады. Дәл осылай үшбұрышты етіп формаға келтіріп аламыз. Бір жұмыртқаны жарып араластырып аламыз жұмыртқаны. Осылай сарысы мен ағын араластырып алатын боламыз. Енді осы жұмыртқаға мінекей осы лаваштарымызды екі жақ бетінен аунатып жұмыртқаға батырып аламыз және қызып тұрған табамызға екі жақ бетінен қуырып алатын боламыз. Мен табамызға кішкене ғана май құйып қыздырып қойған болатынмын. Дәл осы
қызып тұрған табамызға енді жұмыртқаға аунатылған, яғни жұмыртқаға батырылған лаваштарымызды салып, екі жақ бетінен қуырып алатын боламыз. Мінекей, дәл осылай екі жақ бетінен аунатып алған лавашымызды қызып тұрған табамызға салып, екі жақ бетінен қуырып алатын боламыз. Мінекей, дәл осылай екі жақ бетінен аунатып, 2 минут, 3 минут екі жақ бетін қызартып алатын боламыз. Мінекей, біздің лаваштарымыз дайын. Өте керемет, ерекше дәмді болып шығады, достар. Осы тіске басар дайындап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Мінекей, балаларға да өте жеуге ыңғайлы, сүйсініп жейтін болады балаларыңыз. Мінекей, осы тіске басарды жасап көруге кеңес беремін. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып, каналымның дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар, өте қуаныштымын.